Шығыс Қазақстан облысы Ұржар ауданы Ұржар колледж коммуналдық мемлекеттік мекемесі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқушысы Айылбекова Мейрамгүл Орынбасарқызы. Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шерхан Мұртазаның өмірі мен шығармашылығы. Сабақтың мақсаты: Шерхан Мұртазаның өмірі, шығармашылығы туралы тереңірек түсінік беру, студенттердің өз бетімен ізденіп оқу, шығармашылық дағдыларын қалыптастыру, студенттерді елін, жерін, халқын сүюге тәрбиелеу. Өзі дара, сөзі дара, ой толқытқан көңіл сана, әдебиеттің майталманы Мұртазаұлы Шерхан аға. Талай газет, талай баспа, еңбек еткен ол баста, жүріп өткен жолы оның үлгі болар талай жасқа. Шерхан Мұртазаның өмірбаянымен таныс болайық. Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылына дүниеге келген екен. Жазушының шын есімі Шері, қазақтың айбарлы, қайратты жыртқыш аңы Барысқа байланысты қойылған. Әкесі Мұртаза 1937 жылы Сталиндік репрессияның құрбаны болған. Шерхан Мұртаза 8 жасында өзінің туған ауылы Талаптыдағы мектептің 1-ші сыныбына барған екен. Әкесінен ерте айырылған бала оқу мен еңбекке ерте араласады. Балалық шағы да соғыстың тауқыметті кезеңдерімен тұспа-тұс келген. Сондықтан болар жазушының үстіне жиі балалық шағы оралып отырған. Тауқыметті кезеңдерді бастан өткізген соң болар жазушының балалық шағы бала көңілмен өтпеді. Бала Шерхан, яғни Шерхан Мұртазаның жас кезі. Шыңғыс Айтматов Шерхан Мұртаза туралы былай деп еске алады: біз Шерханмен бір жерде туып өстік. Біз өзімізді бір іске, әдебиетке арнадық. Мен еш уақытта жалғызсыраған емеспін. Менің бауырым Шерхан әдебиетте әрқашан менімен бірге келеді. Оны мен айрықша жоғары бағалаймын. Шығармашылығы. Шерхан Мұртазаның қызметі: Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газеті, Социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газетінің тілшісі, әдеби қызметкер болды. 1963-1970 жылдары Лениншіл жас газетінің редактор болып қызмет істеген. Одан кейінгі уақытта жазушы, Жалын, Жұлдыз журналының бас редакторы, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 2-ші хатшысы, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының хатшысы болып істеген екен. 1989-1992 жылдары Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы, 1992-94 жылдары Қазақстан Республикасы мемлекеттік телерадиокомпаниясының төрағасы болып істеді. Қазақстан Республикасы парламентінің мәжіліс депутаты болған. Аудармалары. Шерхан Мұртаза әлем әдебиетінің классик жазушыларының шығармаларын аударған аудармашы. Кітаптары. Қазақ руханиятында Шер ағаның шекпені деген атау бар. Бұл қазақтың заңға жазушысы, кәсіби журналист, мемлекет қайраткері Шерхан Мұртазаға айтылған. Қазақ журналистерін қанаттың астына алып тәрбиелеген. Қазақ әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан қаламгердің өміріне қызықты деректер толып жатыр. Әрине, студенттер білетін қызықтар да, білмейтін қызықтар да бар. Ендеше, жазушы журналист ағамыздың қызықты деректеріне көз жүгіртейік.
жебе әңгімесінен үзінділер. Сонымен Шерхан Мұртаза. Бұл есім қазақ әдебиет алыптарының көш басындағы санаулыларының арасында тұр. Ол қазақ әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан қаламгер. Алаштың қайраткер ұлы Тұрар Рысқұловтың есімін қайта тірілткен теңдессіз қалам иесі. Қазақта мұңын мұңдаған, жоғын жоқтаған қайраткер. Ол қазақ журналистикасының өзіндік мектебін қалыптастырған ұстаз. Қазақтың басына төнген түрлі пәледен құтқарып қалу үшін өз басын қауіп-қатерге тіккен азамат. Ең алдымен Шерхан Мұртаза, Алаштың үлкен жазушысы. Үйге тапсырма. Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романын оқып келеміз.